менде андай кыз болду. Bir бала, короче, өлең жазуу келет. И өзү тоже добрый бала енді. Сол постоянно келіп жүреді. И бір күні келіп өлең осына қызыма ән арнаймын деді. Давай, давай жүрген деп. қызына ма? Иә, жүрген қызына ән арнаймын деді біресе. Давай, давай деді. Сөйтіп өлең айтады, сөйтіп ана өлең бар ғой, жүрегімде бір сыры бар. Ей, жүрегімде бір сыры бар. Айтады. Братан, мен бір жердің сөзін өзгертемін деді. Қызым атынан деді. Өйткені қызыма сөз салайын деп отырмын деді. Жарайды, өзгерте бер, смело. Жүрегімде бір мың бар. Бір қыздың атын айтты, есімде жоқ енді. Мысалы, Айгерім тағы таппай сені ойлаймын деп жазып кетті. Уже вот жазып бердім, жібердім. О, братан күшті болды. Рахмет деп кетті, короче. И бір кезде бір күні, короче, бір арада бір сөйтіп жүріп жарты жыл өтіп кетті. Жарты жыл өткеннен переписка беріп тұрады ғой. Сөйтіп бір ассалаумағалейкум братан деп жазды. Ана қарап қойсам, ана кім ғой анау деп. Бәленше деп. Уағалейкум ассалам, қалайсың? Жақсы. Братан өлең жазайын деп боссыз ба? Осындай кел деді. Бір кезде келді. Братан, сізде алдындағы өлең проект сақталды ма дейді. Не болып қалды дейді. В общем, ана жерін Айгерімді алып тастап Динара деп айтып керек. Айгерім дегенді алып тастап Динара деп айту керек. Не болды десе, анамен айырылысып кеттім дейді. Сол анау ұят болмай ма? Жоқ ғой, білмейді, ол ешкім бір салмайды. Енді братан, мынандай ақша шығардым, ол зачем? Бір арзан бір 3000 теңге, бірақ сөзін жазып бере салайыншы. Динара деп өзгерттім. Динара деп өзгерттім. Ана жерде жарты сағат күлдім. Ана айтма, проектін өшірмей қоймаса, пока тұра тұрыншы брат. Тағы өзгеретін Пока тұра тұрыншы братан деп қойды. Мынау да точно белгісіз, бірақ жақсы келе жатыр деп қойды.